Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін видео түсіргім келіп бастап жатырмын. Мен обычный форматта видео түсіріп, ютубқа орыс тілде видео түсіріп и обычный ASMR емес, жай даусымдағы форматта видео түсіріп салғым келіп жатыр. Кешірім сұраймын, мен төсегім жинаған жоқпын. Ладно, болашыншы ештеңе кетпейді. И қазір мен өзіме макияж жасап түсіргім келіп тұр. Надеюсь, мені қолдайсыздар. Параллельно мен мына жақта наушник бар, ол ноутбукқа қосылып тұр, чтобы сіздерге кедергі болмады. И мен өзім тыңдап отырмын, қалай естіліп тұрғанымда. Жақсы естіліп тұрмын деп ойлаймын. Осылай. Вставкаға негізі видео жасау керек тоже. Ендеше бастайық. Ең алдымен мен бетіме тоник себем. Мен қазір не көріп отқанымды айтқым келіп тұр. Дима Масленников блогер бар ғой, и Клава Кока әнші, который российский блогерлар. Солар бүгін нешесі? 4 апрель. Получается, бір күн бұрын они сообщили, что олар үйленейін деп жатыр. И бүгін ол ютубқа өздерінің видеосын салды. Махаббат хикаясынан соны көріп риза болып отырмын. И самооценка көтеріліп жатыр. Өйткені сен көріп тұрсың, жақсы көретін адам сен үшін барлығына баратын. Кішкене кепкенін күтейік. Ол кепкенге дейін мен қасымды укладывать етем. Ең бірінші қасымды істеймін, өйткені қазір тон жақсам, тоналка жақсам, қастың гелімен бірге несі кетеді, араласып кетеді. Сондай болмас үшін. Нужна кисточка. Осылай. Мынаны солай келейін, я. Осындай екі.
осындай күшті тон шығып отыр. Бірақ до этого мен тоным дұрыс емес сияқты еді. Тоным дұрыс емес сияқты болып жүрді. Қазір жақсы, ақырындап. Қазір жұмыс істеп жүрген жоқпын ғой. Осы бір жақын арада жұмысқа кіремін, Алла бұйырса. Осыдан алдын жұмыс істеп жүрген жерден шығып кеттім. Енді осы жақын арада жұмысқа кіремін. Сол кезде кішкене ақша пайда болады. Бітейін деп отқан, бітіп қалған заттарымды сатып аламын. Қиын болып кетті әйтпесе. Жұмыссыз жүрген қиын екен. Өзің ойыңдағы заттарды істей алмайсың. Например, үйде жатасың да, просто үйде жатасың, кино көргің келеді. Кино көріп бірдеңе жейін десең, барып алатын ақшам жоқ қой. Сол қиын болды. Енді алып береді ғой. Мама, папа дегендер, бірақ өзің алып жеген басқаша ғой. Сондай қызықты оқиға әңгіме айтсаңыздар күшті болатын еді. Ойбай айтсаңыздар, жазып кетсеңіздер, мүмкін мен сіздерді тыңдап идея болады менде не түсіретін. Вот. Енді бастап атқасын, кішкене не түсініксіз концепциям, не туралы айтсам болады, не түсірсем болады, қалай қызықты қылсам болады, фонымды қалай әдемі қылсам болады. Например, мен фонды әдемі деп көріп тұрған жоқпын. Ол фонды қалай істесем болады. Мен, например, қазір терезенің алдында отырмын. Кеш болып кетті, уже сағат 9 болды. Терезенің алдында отырмын. И вот сіздерге осы фон көрініп тұр. Маған енді пока штоға осы фон әдемі болып көрінді. Алдыңғы жерде отырып түсіргенге қарағанда. Осылай. Тонымды жағып біттім. Менде бар, менің подругам подарить еткен осындай палетка. Бұл палетканы мен көп алғым келді, прям очень мечтала прям. И соны мен румяна ретінде жаққан жақсы көрем. И сосын просто обычный макияж жасай салайық, обычный повседневкаға. И поэтому мен қазір румяна қылып, и сосын қабағыма бүйтіп жағам. Тени сияқты ше. Екі цветті араластырып жаққан ұнайды. Енді пока осы екі цвет ұнап тұр. Контурингтары тоже бар оның, бірақ мен әлі онымен қолданып үйренген жоқпын. Сондай кішкене қиыншылықтары бар. Соны үйреніп алсам, потом уже бұдан да жақсы макияждар жасайтын шығарым деп ойлаймын. Вот. Осылай қылдыра салсаң, осылай жағам да, и потом үстінен не істеймін? Жаңағы тоналка жаққан спонжикпен растушевка істеймін. Осылай. Тура осы палетка бар менде, Диордан. Өзім қатты алғым келіп, жылап алған Диорым.
мынау Dior. А мынау оның аналогы. Еще мына менікі емес. Вот. Енді Diorмен бояйық. Жарайды. Осындай туш.
қандай карандаш екенін көрсеткен жоқ. Мынандай карандаш. Сосын осындай. Осындай хайлайтер. Осындай макияж. Білмеймін қалай, кішкене дұрыс түсіріп жатқан жоқ шығармын, потому что концепцияны әлі түсінбей жатырмын. Но надеюсь, сіздерге ұнайды. Пока-пока.